Олар енді еркектерге бағынбайды. Танымал коуч ер азаматтарға ескерту жасады. Сәлем достар, сіздермен бірге Ньюс.kz арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Белгілі коуч, блогер, кәсіпкер Роза Әшірбаева ер азаматтарға үндеу жасады. Ол ендігі жерде қыз-келіншектердің бұрынғыдай зорлық-зомбылыққа шыдап жүре бермейтінін айтты. Және ер азаматтарды өз әйелдерін құрметтеуге шақырды. Әйел эмансипациясына, оның таңдау еркіндігі бар екеніне, еркектің айтқанымен енді жүрмейтініне үйренісе алмай жүрген ер азаматтар көп. Мен оларды түсінемін. Бұл жаңа реальность, жаңа ережелер және бұл процесс енді тоқтамайды. Әйел еркекке енді бағынбайды, түсінесіздер ме? Бұл мүмкін емес. Өйткені білімді, еркін адам өз бостандығын біреудің қолына ұстатпайды. Әйелдің жетістігіне шын қуана алатын, жанашыр дос, мықты қорған, сырлас және мұңдас ер азаматқа ғана әйел өз еркімен мойын ұсынады. Көкірегін қағып, мен еркекпін деп, әйелді төмендету арқылы өз мықтылығын көрсеткісі келетін еркектерден әйел енді кетуге қорықпайды, деді Роза Әшірбаева. Ол сондай-ақ әлеуметтік желіде өзіне отбасылық мәселелерін айтып, әйелдердің хат жазатынын жеткізді. Өткенде бір келіншек 6 баламды алып абьюзерден кеттім, ура, деп жазып жіберіпті. Әйел енді өзін қорлаған еркектен кеткенде той жасайды. Сондықтан енді ерлерге өзгеру керек. Әйел қорқып, таяқ жеп өмір сүргісі келмейді. Ол енді тек қана өзін сыйлаған және бағалаған ер азаматқа мойын ұсынғысы келеді, деді белгілі коуч.